Шындықтың шырмауында оқыған салтанат. Назерке ауылдың қарапайым қызы. Бірақ қарапайым деген аты ғана. Өзі көрген жанның көзін алатындай сұлу еді. Қарақаттай көзі, ұзын қолаң шашы, ибалы жүрісі, бәрі оны өзгелерден ерекшелендіріп тұратын. Алайда, оның өмірі сырттай көрінгендей әсем емес еді. Ол көп балалы отбасында өсті. Анасы жұмыссыз, үйдің бар тіршілігі соның мойнында. Әкесі болса, ауылдағы бір байдың тракторын айдап күн көреді. Егін науқаны кезінде ғана табыс көп еді, ал қалған уақытта тіршілік таршылықпен өтетін. Назеркенің ең үлкен мәселесі де осы сұлулық еді. Өйткені сол сұлулықтың кесірінен оның тыныштығы қашқан болатын. Ауылдың бар жігіті Назеркенің соңында. Ауылда бір жігіт бар еді, Диас, өзінен 4 жас үлкен. Әкесінің жағдайы бар, байдың баласы. Ауылдың тең жартысы соларда жұмыс жасайды. Сол Диас Назеркенің соңынан қалмайтын. Қайда барса да, қайда жүрсе де аңдып жүретін. Тіпті ауылдағы жігіттердің бәріне Назеркеге жоламаңдар, ол менікі деп ашық айтып қойған. Назерке оны жек көретін. Диастың сөзі де, ісі де өзімшел еді. Мен баймын, сендер орындарыңды біліңдер деп кеуде қағып жүретін. Назерке үшін ол тек қорқыныш пен жеркеніштің белгісі болды. Диас мектеп бітіріп қалаға оқуға кететін болды. Сол күн Назерке үшін бостандықтың басталғанындай еді. Ол алғаш рет еркін тыныс алғандай болды. Көшеде ешкім аңдымайды, артынан ешкім бақыламайды. Алайда бұл еркіндік толық болмады. Әр демалыс сайын Диас ауылға келіп, бұрынғы әдетін жалғастыратын. Назеркені аңду, соңынан қалмау. Уақыттар өте берді. Диас 4-ші курсқа жеткенде Назерке де мектеп бітіріп қалаға оқуға түсті. Бұл жаңалықты естігенде Диастың қуанышында шек болмады. Ол тағы да Назеркені бақылауына алды. Жатақханасын іздеп табатын, университет алдында күтіп тұрады. Қайда барса да көлеңкесіндей болатын. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша еді. Қала, басқа әлем. Мұнда Назерке өзін еркін сезінді. Жаңа адамдар, жаңа орта. Сол ортада ол Айбекті кездестірді. Айбек, қаланың баласы, 3-ші курс студенті, мінезі жұмсақ, сөзі жылы, Диастай өктем емес. Назерке алғаш рет өзін бағалайтын, тыңдайтын адамды көрді. Екеуінің арасы тез жақындады. Күндер өте, олар бір-бірінсіз тұра алмайтын күйге жетті. Махаббат екеуінің де басын айналдырды. Назерке үшін бұл жаңа өмір еді. Бірақ бұл сезімнің жетегінде жүріп, ол оқуын кейінге ысырып қоя бастады. Сабақтары нашарлап, бұрынғы жауапкершілігі азая түсті. Айбек 4-ші курсты аяқтауға жақындады. Бір күні ол достарымен универ бітіретінін жуып көңілді отырыс жасады. Сол кештен кейін ол Назеркемен оңаша қалды. Біз бәрібір үйленеміз деді Айбек сенімді түрде. Мен жұмысқа тұрамын, сосын сенің әке-шешеңнің алдынан өтемін. Бәрі дұрыс болады. Сен маған. Назерке оның сөзіне сенді. Өйткені ол сүйді, шынайы, бар жүрегімен сенді. Сол түн Назерке өзінің ең қымбат дүниесін, арын, сенімін, пәктігін Айбекке тапсырды. Ол бұл қадамды махаббат деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгере бастады. Айбек бұрынғыдай жиі хабарласпайтын болды. Кездесулер сиреді. Әр сөйлескен сайын жұмыспен жүрмін, уақытым жоқ деген сылтаулар көбейді. Назеркенің көңілінде күмән ұялады. Бірақ ол өзін, жоқ, ол уәде берді ғой, мен тастамайды, мені сүйеді деп жұбатты. Бір күні ол Айбекті университеттің жанынан басқа қызбен бірге көрді. Күліп, еркін сөйлесіп тұрды. Сол сәтте Назеркенің жүрегі бір нәрсені анық сезді. Бұл шындық. Ауыр болса да шындық осы. Айбек оның жанынан өтіп бара жатып Назеркеге жай ғана кейін сөйлесеміз деді. Сол кейін ешқашан келмеді. Сол күні Назерке алғаш рет шындықтың шырмауына түскенін түсінді. Ол сүйген, сенген, барын берген адам оның өміріндегі жай ғана өткінші адам болып шықты. Алданған Назерке не істерін білмеді. Ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ол қалада қалудың мәнін жоғалтқан. Бар ойы Айбектің диплом алған сәтінде қасында болып бірге қуану еді. Бірақ ол сол қуанышқа шақырылмады. Айбек өзіне керегін алып, үнсіз кетіп қалған. Көп ұзамай Назерке ауылға қайтты. Ауыл сол баяғы қалып, тыныш, баяу тіршілік. Бірақ Назерке бұрынғы Назерке емес еді. Ол өзгерген. Ішінде ауыр үнсіздік пайда болған. Әдеттегідей
Ауылға келгенін естіген бетте оны бірінші болып күтіп алған Диас болды. Келдің бе деді жай ғана. Назерке әдеттегідей Диасты менсінбей үнсіз кетіп қалды. Бірақ бұл жолы оның ішіндегі ауырлық бұрынғыдан да күштірек еді. Ауылға келгеннен бері ол өзіндегі өзгерісті сезіп жүрді. Әлсіздік, жүрек айну, басында мән бермеген, бірақ шындықты білген сәтте оның бүкіл әлемі төңкеріліп түскендей болды. Аяғы ауыр екен. Назерке не істерін білмеді. Кімге айтарын, қайда барарын да түсінбейді. Барлығы тұйыққа тірелгендей. Сол кеште сыныптастары жиналып шағын отырыс ұйымдастырды. Бәрі күліп, естеліктер айтып, мәз болып отыр. Ал Назерке сол ортаның ішінде отырып ақ мүлде басқа әлемдеді. Оның ойы тек бір нәрседе. Бұл баланы не істеймін? Сол кезде есіктен Диас кірді. Әдетінше тікелей Назеркенің қасына келіп отырды. Қалайсың деп әңгіме бастады. Бірақ Назерке оны тыңдамады да. Көзі бір нүктеге қадалған, ішінде мың ой. Диас біраз отырды да. Мен сені шығарып салайын деді. Бұл жолы Назерке қарсы болмады. Қарсы шығуға да шамасы жоқ еді. Ішкі күйзеліс оны әлсіретіп жіберген. Қалай көлікке отырғанын да байқамады. Диас үшін бұл үлкен қуаныш. Назеркенің өз еркімен көлігіне отырғанын алғаш рет еді. Ол тоқтамай сөйлеп келеді. Әр сұраққа Назерке тек басын изеп жауап береді. Кенет Назерке оған бұрылып, ертең мені қалаға апарып келесің бе деді. Диас бір сәтте таң қалды да бірден әрине деді қуанып. Сол түні Назерке көз ілмеді. Айбекті тауып, балам бар екенін айтсам, ол қайтып келеді. Маған үйленеді. Осы үмітпен ұйқысыз таңда тұрды. Ертесіне Диас келді. Екеуі қалаға жол тартты. Назерке таныстарынан сұрастырып жүріп ақыры Айбекті тапты. Бірақ бәрі ол ойлағандай болмады. Айбек суық көзбен қарап, балаңмен қоса құры. Балам менікі ме жоқ па, оны бір Құдай біледі. Мен үйлендім, әйелім бар. Басымды қатырма деді де бұрылып кетіп қалды. Бұл сөздер Назеркенің жүрегін тас талқан етті. Ол көз жасын әрең тиіп көлікке отырды. Диасқа ештеңе білдірмеді. Бірақ оның жан дүниесі айғайлап тұрған еді. Диас бәрін түсінгенде ештеңе сұрамады. Жол бойы үнсіз өтті. Назеркенің ойы сан-саққа кетті. Бұл баланы қайтем? Қалай айтам? Әке-шешем не дейді? Әкесі онсыз да күнін әрең көріп жүрген адам. Сол күн ол алғаш рет ең қорқынышты, ең жаман ойға келді. Мүмкін бәрін осымен аяқтаған дұрыс шығар. Үйге келген соң өзіне қол жұмсамақ болды. Бірақ қолынан келмеді. Жан шіркін тәтті ғой. Ол жылады, үнсіз, іштен жылады. Анасы бір нәрсені сезді. Қызын күндіз-түн аңдып, не болды? Біреу ренжітті ме? Оқудан шығып қалдың ба деп сұрақтың астынан алды. Назерке жауап бермеді. Бәрі жақсы деумен болды. Бүгін ауылда той. Назеркенің сыныптас қызы тұрмысқа шығып жатыр. Бүкіл ауыл сонда жиналған. Назерке де барды. Диас та сонда. Әдетінше Диас оның соңынан қалмай жүр. Той аяқталды. Түн. Ауыл іші тынышталып қалған. Шығарып салайын деді Диас тағы да. Бұл жолы ол біраз ішімдік ішкен еді. Дауысы баяу, бірақ бір түрлі батылырақ. Назерке қарсы болмады. Екеуі үнсіз келе жатты. Диас біраз ішімдік ішкен, көзі қызарып, дауысы баяу шыққанмен, ішіндегі сезімдері сыртқа шығып тұрғандай. Назеркені үйінің алдына келіп тоқтады. Жеткіздім деді. Назерке көліктен түспек болған сәтте Диас оның қолынан ұстап қалды. Назерке деді, дауысы дірілдеп. Ол жақындай түсті. Бір сәтте оны сүймек болды. Назерке селк етіп оны итеріп жіберді. Тоқта деді қатқыл. Диас үндемеді. Бірақ көзін алмай қарап тұр. Назерке үйіне қарай бет алды. Бірақ сол сәтте оның ойында бір суық тосын жылт ете қалды. Егер Диаспен жақындассам, баланы соған телсемші? Ол тоқтап қалды. Жүрегі қатты соғып тұр. Ол сенеді ме? Мені алады ма? Көзіне бірден ата-анасы елестеді. Кедей үй, шаршаған әке, уайымшыл ана. Мүмкін осы жалғыз жол болар. Бірақ келесі ой оған ауыр келді. Диастың ата-анасы мені қабылдай ма? Мен сияқты жағдайы жоқ қызды. Оның ішіндегі күрес күшейе түсті. Бір жағында қорқыныш, екінші жағында амалсыздық. Назерке баяу ғана артына қарады. Диас әлі сол жерде тұр. Оған қарап тұр, бірақ бұрынғыдай емес, бір түрлі үмітпен. Сол сәтте Назерке түсінді. Диас өзгерген сияқты. Бірақ ол әлі де
толық сенімді емес. Ал оның өз ойы таза емес еді. Ол өзінен шошып кетті. Мен не ойлап тұрмын? Бұл өтірік. Бұл біреудің өмірін алдау арқылы өз тағдырын түземек болу. Бірақ ол тығырықта еді. Көзінен жас тағы да шықты. Неге бәрі осылай болды деп сыбырлады. Диас жақындады. Назерке, не болды деді. Назерке, кешір мені, артық кеттім деді дауысы бәсең шығып. Назерке оған ұзақ қарады. Сосын күтпеген жерден оның қолынан ұстап алды. Сен де мені кешір деді сыбырлап. Диас аң-таң болып қалды. Көздері жайнап кетті. Келесі сәтте ол Назеркені құшақтап алды. Қолдары дірілдеп тұр. Ал Назерке бұрынғыдай қарсыласқан жоқ. Қайта өзі оны қаттырақ қысып құшақтады. Бірақ оның құшағындағы махаббат емес, тек қорқыныш еді. Тезірек, бәрін бітіріп үлгеруің керек дегендей. Жүр, ауылды аралап қайтайық деді. Кенет Назерке баяу ғана. Бұл сөздің артында қаншама шешім жатқан Диас қайдан білсін. Ол қуана көлігін оталдырып, екеуі ауыл шетіне қарай тартты. Төбеге шыққанда көлік тоқтады. Түн тыныш, аспан толы жұлдыз. Назерке көліктен түсіп, ұзақ аспанға қарады. Қарашы деді ол ақырын ғана. Қандай биік. Сосын күрсінді. Менің де арманым сондай биік еді. Бірақ бәрі осы жардан құлағандай құлап кетті. Көзінен жас сырғып түсті. Ол оны тез сүртіп тастады. Диас артынан келіп үнсіз ғана құшақтады. Мойнынан сүйді. Бұл жолы Назерке қарсы болмады. Себебі ол әлде қашан шешім қабылдап қойған еді. Сол түн екеуінің тағдырын өзгертті. Диас үшін бұл махаббаттың шыңы еді, ал Назерке үшін өтіріктің бастауы. Таң атқанда Диас оны үйіне дейін шығарып салды. Қуанышы қойнына сыймай, енді бәрі жақсы болады деп қайта айтты. Ал Назерке үнсіз ғана бас изеді. Сол түн ол ұйықтамады. Таңға дейін жылады. Өзін жек көрді. Неге мен оны бұрын қабылдамадым? Диастың түндегі нәзіктігі көз алдынан келе берді. Жай ғана емес, шын сүйген адамның жанасуы. Ал Айбек, ол тек қана алдаған, берген жоқ. Сол кезде ғана Назерке бәрін түсінді. Бірақ тым кеш еді. Таң атты. Телефон шырылдады. Диас. Мен келіп тұрмын. Шықшы. Назерке сыртқа шықты. Диас бұрынғыдай емес, жақындамады. Тек басын изеп амандасты. Екеуі үнсіз тұр. Назеркенің дүрсілдеп кетті. Біліп қойды. Бәрін біліп қойды. Қоштасуға келген. Бір кезде Диас өзі сөз бастады. Назерке, кеше деп тоқтап қалды. Сен ренжіп қалған жоқсың ба? Мен ішіп қойғам. Сен ренжісем кешір. Ол Назеркенің қолынан ұстай берді. Қолдары дірілдеп тұр. Тек мені тастап кетпеші. Назеркенің көзінен жас ыршып шықты. Кешір мені деді ол ақырын ғана. Сосын көздерін сүртіп. Мен сені құрметтеймін. Диас үшін осы сөз бәрінен қымбат еді. Ол жеңіл дем алды. Мен бүгін осы сөзді есту үшін келдім. Егер сен келіссең, мен бүгін ата-анама айтам. Саған құда түсеміз. Назерке үндемей басын изеді. Осылайша бәрі басталды, жылдам, ойлануға уақыт бермей. Кешке Диас достарын жинады. Назеркенің құрбылары келді. Сол кеште ол ресми түрде сөз салды. Бәрі қуанды, бәрі мәз. Тек бір адам ғана үнсіз отыр. Ол Назерке. Іші қан жылап отыр. Мен оны алдап отырмын. Бірақ өмір тоқтамады. Бірнеше уақыттан кейін құдалық болды. Той белгіленді. 4 күннен кейін ақ Диастың жеңгелері келіп Назеркені алып кетті. Ауыл шулап жатты. Ал Назерке таңертең құсып оянатын болды. Токсикоз. Енесі байқап қалды. Қызым, саған не болды? Асқазаным ауырып жүр ғой деді ол күлімсіреп. Бірақ ішіндегі қорқыныш күннен-күнге өсіп барады. Бір күн енесі оңаша шақырып алды. Қызым, сендер тойға дейін жақындасып па едіңдер? Назерке басын төмен салды. Жауап бермесе де бәрі түсінікті еді. Балалар-ай, деді енесі күрсініп. Ертең дәрігерге барамыз. Сол сәтте Назеркенің жүрегі тоқтап қала жаздады. Түнде ол Диасқа айтты. Мамаң ертең тексерілуге апарады. Аяғың ауыр дейді. Диас қуанып кетті. Онда мен өзім сендерді апарамын. Жоқ деді Назерке асығып. Мамаңнан ұялам. Екеуміз ақ барайықшы. Диас бірден келісті. Анасын да көндірді. Осылайша олар ертеңіне дәрігерге бірге барды. Ал Назеркенің жүрегі сол күні ең қатты соқты. Өйткені шындықты енді жасыра алмайтын еді. Назерке ойлағандай болды.
Диас анасын әрең көндіріп екеуі ғана қаладағы емханаға барды. Көлік ішінде Диас ерекше көңілді еді. Үнемі күліп болашақ туралы айтып келеді. Егер рас болса, деді ол қуанып, менен бақытты адам жоқ бұл дүниеде. Мен сені дүниедегі ең бақытты қыламын, Назеркем. Бұл сөздер Назеркенің жүрегіне пышақтай қадалды. Ол терезеге үнсіз қарап отыр. Кешір мені деп іштей қайталай берді. Емханаға кірген сәтте оның жүрегі қатты соға бастады. Әр қадам ауыр, әр секунд азап. Тексеруге кірер алдында Диас оның қолынан қысты. Қорықпа, мен жаныңдамын, деді. Назерке бір сәтте оның көзіне қарады. Сол көздерде шынайы сезім, таза махаббат бар еді. Ол одан сайын қиналды. Дәрігер тексеріп болған соң, жүкшілік бар. Шамамен 2 апта, деді. Назеркенің басы айналып кеткендей болды. Диас қуаныштан не істерін білмей қалды. Рас па деп күліп жіберді. Ол бірден Назеркені құшақтап алды. Мен әке боламын, деді. Назерке жымиғандай болды. Дәрігерге қайта қарап, қайта тексеріп көресіз бе? Бұл мүмкін емес, деді. Баламның 2 айлық болуы мүмкін емес. Дәрігер жай ғана сабырмен. УЗИ нақты ақпарат емес. Бірақ мерзім есептеуде айырмашылық болуы мүмкін. Дәл аптасын келесі тексерісте айтамыз, деді. Диас болса қалысып қалған жоқ, керісінше өз-өзін ақтап алатындай етіп күлді. Сіз менің кішкентай екеніме қарамаңыз, деді дәрігерге. Менің әкем ірі денелі адам. Атасына тартқан шығар, сондықтан 2 ай деп тұрсыз ғой. Оның бұл сөзі Назеркенің ішіндегі күдікті одан сайын күшейтті. Бірақ ол ештеңе айта алмады. Үйге дейін жол бойы Диас қуанышын жасыра алмай келді. Демек бала үлкен болып жатыр ғой, деп күлді. Бәрі жақсы болады, Назеркем. Ал Назерке терезеге үнсіз қарап отырды. Ішінде бір ғана ой. Бұл бала Диастан емес. Мен оны алдап жүрмін. Үйге келген соң Диас бірден, енді бәрін жоспарлаймыз, бәрі жақсы болады деп бастады. Бірақ Назерке оны тыңдаған жоқ, бөлмесіне кіріп есікті жауып алды. Керуетке отырып, қолын ішіне қойды. Көзінен жас ақты. Енді не істеймін, деді сыбырлап. Енді не істеймін? Ол алғаш рет қатты қорқып тұрды. Өйткені бір шындық анық бола бастады. Ерте ме кеш пе бәрі ашылады. Ал сол ашылған сәтте Диастың реакциясы қандай болатынын ол білмейтін. Тек жүрегі бір нәрсені сезді. Бұл әлі бастамасы ғана еді. Ал Диас болса қуанышын жасыра алмай, анашым, әкешім, құттықтаймын, немерелер боласыздар деп дауысын көтерді. Әкесі мен анасының қуанышында шек болмады. Қыз болады, деп қосты Диас сенімді түрде. Анасы күліп, әлі кішкентай ғой, қыз ұлын қайдан біліп қойдың, деді. Сезіп тұрмын, анашым, қыз болады, деді Диас. Осылайша күндер өте берді. Диас пен Назеркенің шаңырағы сырт көзге бақытқа толы еді. Диас қамқор әке, мейірімді жар, Назерке тыныш үндемейтін келін. Уақыт келіп, Назерке босанды. Шынымен де қыз дүниеге келді. Ауыл адамдары 8 айлық болып туған ғой, ерте келді деп өздерінше топшылады. Назеркенің ата-енесі де солай ойлады. Ал шындық тек Назеркенің жүрегінде ғана қалды. Ол қызын құшағына алған сәтте бәрін ұмытқысы келді. Өйткен өтірігін, қорқынышын. Бастысы осы бала деп өзін жұбатты. Жылдар өтті. Қыз өсіп, тілі шығып, әке деп Диасты құшақтайтын болды. Диас оны алақанына салып өсірді. Бір ретте бұл менің балам емес деген ой келмегендей. Назерке әр сол сәтте іштей жылап алатын. Арада уақыт өтіп Диастың інісі үйленді. Кейін Диас қалаға жұмысқа ауысып, отбасы қалаға көшті. Жаңа өмір басталғандай болды. Бірақ дәл сол кезде бәрі өзгерді. Бір күні Назерке көшеде келе жатып таныс бейнені көрді. Айбек, жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай. Бұрынғы сезімнің бәрі қайта өзгергендей. Ол өзгерген. Бірақ сол баяғы көзқарас, сол баяғы суықтық. Айбек те оны таныды. Назерке де таң қалып. Сол бір кездесу, оның ішіндегі өшті деген сезімді қайта тірілткендей болды. Сол күннен бастап Назерке өзгерді. Ол бұрынғыдай емес еді. Көңілі алаң, ойы басқа жақта. Айбекті ұмытып кеткенде еді, бірақ ұмытпапты. Ішінде бір нәрсе әлі де бар еді. Ол өзінен қорқа бастады. Үйге келгенде Диастың әр сөзі жүйкесіне тие бастады. Бұрын байқамаған нәрселерді енді көретін болды. Неге кеш келдің? Неге телефон алмайсың? Осындай қарапайым сұрақтардың өзі оны ашуландыратын. Кейде тіпті себепсіз ашуланып кететін. Диас аң-таң, саған не болды деп сұрайтын. Назерке жауап бермейтін.
Өйткені ол өзі де не болып жатқанын түсінбейтін. Бірақ бір нәрсе анық еді. Өткен қайтып келген. Айбек бір кездесумен тоқтап қалмады. Ол әрқашан жолын табатын. Бірде кездесейік, бірде әдейі. Ақыры тағы да Назеркені өзіне тартты. Мен өзгердім, бәрі басқаша болады. Кешір, деді. Басында Назерке қарсы тұрғысы келді. Жоқ, болмайды, мен тұрмыстамын, балам бар деп өзін тоқтатпақ болды. Бірақ Айбектің жанында болған сайын ол әлсіз болып қалатын. Сол баяғы сезім, сол баяғы жүрек дүрсілі. Осылайша олар жасырын кездесіп жүрді. Назерке қызын балабақшаға апарады, сосын басқа жаққа бұрылып кетеді. Айбек күтіп тұрады. Күндер өте берді. Назерке әр кездесуден кейін өзін жек көретін. Айнаға қарауға ұялатын. Бірақ келесі күні бәрі қайта басталатын. Соңғы рет деп өзіне уәде беретін. Бірақ ол соңғы рет ешқашан соңғы болмайтын. Ол түсінді. Бұл енді махаббат емес, бұл тәуелділік. Жаны да, тәні де Айбекті қалап тұрады. Бір күні тағы да сол шындық қайталанды. Назерке өзін жайсыз сезіне бастады. Жүрегі бірден сезді. Тексерілгенде тағы да аяғы ауыр екен. Бұл жолы ол жыламады. Ол қатып қалды. Көзінен жас та шықпады. Мен не істеп жүрмін? Бұл сұрақ оны іштен жеп бара жатты. Енді бұл тек оның қателігі емес еді. Бұл екі баланың тағдыры. Бір әкенің сенімі, бір отбасының болашағы. Диас, ол әлі ештеңе білмейді. Әлі де сол баяғыдай сенеді. Әлі де сол баяғыдай жақсы көреді. Назерке үйге келгенде Диас оны қарсы алды. Шаршадың ба деп сөмкесін алып күлімсіреді. Сол сәтте Назеркенің жүрегі шыдай алмады. Ол оның көзіне қарай алмады. Назерке бұл жол бәрі басқаша болады деп ойлады. Сол баяғы қателігін қайталаса да, ішінен бір үміт үзілмеген еді. Айбекке аяғы ауыр екенін айтты. Бірақ жауап дәл бұрынғыдай болды. Күйеуі бар әйелсің, мен сені қинап жатқан жоқпын. Өз еркің, деді де тағы бұрылып кетті. Назерке тағы да жалғыз қалды. Сол баяғы күй, сол баяғы бос кеңістік. Бұл жолы ол жыламады да, іші қатып қалғандай. Бірақ үйге келген соң тағы да сол өтірікке барды. Диас, менің аяғым ауыр, деді. Диас ештеңе білдірмеді. Екеуі бірге дәрігерге барды. Дәрігер құттықтаймын, 2 апта болыпты, деді. Үйге келген соң бәрі өзгерді. Диас тыныш қана, айғай жоқ, ұрыс жоқ, тек ауыр үнсіздік. Сосын жай ғана. Назерке, ажырасайық, деді. Назерке сілейіп қалды. Диас болса, мен сені мектеп кезінен бері сүйдім, деді. Әлі де сүйемін. Сен үшін бәріне дайын болдым. Ол бір сәт тоқтады. Сен мені сүймейтініңді білем, бірақ сыйластық болады деп ойладым. Назеркенің жүрегі шым ете қалды. Сенің балаңды өз қызымдай қабылдадым. Бір ретте бетіңе баспадым. Дауысы ауыр шықты. Бірақ сен менің намысымды жерге таптадың. Күйеуің бола тұра басқа еркекпен жүрдің. Енді тағы да бетің бүлк етпей, сенің балаң деген келе ме? Назерке тізерлеп отыра кетті. Сен бәрін білдің бе, деді дірілдеп. Я, деді Диас жай ғана. Бұл бір ауыз сөз бәрін күйретті. Кешірші, деді Назерке жылап. Мен қателестім. Мен баланы қабылдай алам, деді Диас. Бірақ сені еш қашан кешіре алмаймын. Осы сөзден кейін ол үнсіз тұрып үйден шығып кетті. Есік жабылған дыбыс. Бір өмірдің жабылғандай сезілді. Арада 3 күн өтті. Диас қайтып келмеді. Назерке жалғыз қалды. Сол 3 күн ол бәрін түсінді. Диас бәрін бұрыннан білген, соған қарамастан, оны тастамаған, қызында өз баласындай көрген. Ал өзі ше. Өткінші сезімнің, жалған махаббаттың соңынан жүріп, нағыз бақытынан айырылып қалған. Құрып кеткір Айбек, деп сыбырлады. Бірақ бұл жолы ол бір нәрсені анық түсінді. Кінә тек Айбекте емес. Ең үлкен қателік өзінің таңдауы. Ақыры олар ажырасты. Диас Назеркені далада қалдырмады. Қызы үшін деп қаланың ортасынан бір бөлмелі пәтер алып берді. Ара тұра келіп, көмектесіп тұрды. Қызын бұрынғыдай жақсы көрді. Шындықты білсе де, ол үшін сол қыз өз қызы болып қала берді. Ал Назерке, ол күн сайын өз-өзін кешіре алмай өмір сүруде. Бір кезде айранда үйіп отырған отбасы, қолымен қиратқан бақыты. Диас сияқты азаматтан айырылып қалғанын енді ғана толық сезінді. Кейде түнде отырып, сол кезде тоқтасам болар еді. Сол кезде шындықты айтсам деп қайта-қайта ойлайтын.
бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес. Шындық кешіксе де бәрібір ашылады. Ал сол шындықтың шырмауына түскен адам одан оңайлықпен шыға алмайды. Назерке соны кеш түсінді. Өте кеш. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаса, пікір қалдырып, лүпіл басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет.